Адамның көңіл еркі, көңіл қалауын, ойың. Көрдіңіз ба қандай мәселе? Осы көңіл қалауын мен жеңілірек түсіндіруге тырысайын. Мысалы, сіз отырасыз да, сөйткім келіп тұр дейсіз. Сөйткім келіп тұр дейсіз да. Келіп тұр деген сөздің өзі біздің әдебиетте өте әдемі айтылған. Келіп тұр. Қай жақтан келіп тұр? Сосын сіз сөйткім келіп тұрдың бәрі. Келтіре беру керек па оны? Мәселе. Сол келіп тұр деген нәрсе бар дейді. Сосын уахи деген нәрсе бар дейді Алла Тағала. Көрдіңіз ба? Жеңіл сөзбен түсіндіріп атқаным ғой. Уахи Алла Тағаладан келген білім. Екіншісі келіп тұр. Айтқым келіп тұр. Айтып тастағым келіп тұр. Сөйткім келіп тұр, бүйткім келіп тұр деген келіп тұрлар бар. Олардың бәрі қай жақтан келеді? Олардың бәрі уахи емес жақтан келеді. Көрдіңіз ба қандай мәселе? Уахи деген ол Құран. Және сүннеті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сондықтан осы нәрсені баяндайды да Алла Тағала айтады, қараңыздар. Ва ма янтиқу анил хава. Ол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ешқашан көңілінен, қараңыздар, қалауынан сөйлемейді дейді ол. Ойынан сөйлемейді дейді. Қараңыздар. Ондай нәрсе жоқ дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Осы жерде бізге де түсіндіріп жатыр. Көрдіңіз ба? Бұл көңіл еркіңіз, көңіл қалауыңыз, ойыңыз деген мәселелер кейде Құдай дәрежесіне көтеріліп кетеді екен. Кейде Құдай дәрежесіне көтеріліп кетеді екен. Аллах Тағала Құранда айтады: "Арайталлази иттахаза илахаху хаваху." Қараңыздаршы қалай? Көрмедің бе, ей Мұхаммед, ана біреуді деп айтады алыстан. Өзінің көңілін, қалауын өзіне Құдай қылып алғанды дейді. Көрдіңіз ба? Мұсылманның ішінде де бар болады бұл. Сіз мысалы таухидтың жаңағы негізін бүйтіп түсінгенмен, бірақ көп әрекеттеріңіз таухидтың кемелдігін жасамайды жүрегіңізде. Неге? Мысалы намаз оқып жүреміз, нетеміз, сосын бір кезде біреуді кешіру керек кезде кешіргің келмей тұр. Алла Тағала кешір дегеннен кейін, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кешіре сал дегеннен кейін, кешіргім келмей тұр деген не ол? Сіз кейде көңіл қалауыңызбен жүретін адамсыз. Көрдіңіз ба? Таухид жоқ. Осындай сәттерде таухид жұмыс істемейді. Көрдіңіз ба қандай мәселе? Ол пұтқа, тасқа, айға, ештеңеге табынбайсыз. Бір Алланың өзіне табынасыз, дұрыс. О жағының бәрі. Бірақ кейбір сәттер бар. Сіз өз көңіл қалауыңызбен істейсіз. Түсіндіңіз ба? Сол сәттерді жаңағы азайту керекпіз біз. Сол сәттер болмау керек болашақта. Неғұрлым ғұмырымызды Алла бере береді, ғұмырың созылған сайын ол жоғала беру керек ол. Түбінде Алланың қалауымен ғана жұмыс істейтін адамға айналу керексіз. Таухидтың ең маңызды тұсы, көтеретін тұсы осы. Көрдіңіз ба қандай мәселе? Ол үшін жолы оңай. Көрдіңіз ба? Келіп тұр деген нәрселерге жұмыс істеме дейді. Ойыңды бір нәрседе, мына мәселеде қалай деп айта салса, мысалы, мен былай деп ойлаймын деп озып кетпе. Түсіндіңіз ба? Әрбір келіп тұрды шығара берме. Болмайды ол.